Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді болып шығатын күріш ботқасын жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен тазалап жуылған күрішімізді ыдысқа саламыз және де үстінен суды құятын боламыз. Су салқын су болу қажет. Осылай суымызды құйып, аздап тұз салып, жақсылап тұрып араластырып, астын ашып бір қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын бұқтырып қойып қоямыз. Сол кезде күріш осылай суды бойына сіңіріп тарту қажет. Содан кейін барып үстінен салқын сүтімізді құямыз. Және де өз қалауыңызша қант саласыз. Жақсылап тұрып араластырып, бір қайнатып, қайнағаннан кейін астын бұқтырып 20 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында ботқаны міндетті түрде қасықпен араластырып тұру қажет. Өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей біздің ботқамыз дайын. Үстінен осылай сары май салып, жақсылап араластырып ұсына берсеңіздер болады. Таңғы асқа өте дәмді болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.